мен проектінің ең маңызды бөлігін тапсырдым. Енді соңғы ең оңай бөлігі қалды. Содан кейін менің хостым менің интерн презентациямды жоспарлады. Ол тура үш аптадан кейін болады. Look up cats on the Күе бол алатау бақытыма, күе бол көктері көлеңкелі, күе бол жұлдыз, күе бол айым, күе бол алатауым, күе бол жұлдыз, күе бол айым, күе бол алатауым. Көздеп мен бүгін оны таптым, бастадым бір әнін махаббатым. Аққайың аяла бармадым, күе боп көзің күліп жаттым. Let's play together. Like you are in the same team? So now I don't see. No, that would be too unfair. You two are too competitive. No. But You need to balance. No, I think the energy matches. No. we're both Capricorn. You two can be called masters. We're both Capricorn. No, we need a matching wife. No, if you match, you will be too I competitive. think one round is like 10 minutes, so No, we it can- takes more than no. Biz bugün kaydan Fair games. Ой, шведский пейруэлла. Farewell на 2 недели. Күе бол жұлдыздар. Жаныма шашатын сәуле боп жүреді мен үшін әуре, барасың, жанасың. Күлкіңді ғажайып ағылған дем арасында мен сағынған дарашың, жанасың. Қып-қызыл күткенбіз. 26 градус лондонда. Менің алғашқы тұрмысқа шыққаным тосын. Қандай анада. Вот тиммейттармен жүргенде мен жаман көп нәрсе эксплор еттім еді. Ана күнәсен жартысын. Ей, богу, мен жатадым. Маған было так интересно. Андай бар ғой, все потрогать, понюхать, андай араластырып. Қандай күшті аутентик экспириенстар. Мен пайда болдым ғой, енді әсем болды ғой командада. Біздің көп ланчтарымыз Қазақстанда. Ойлашы, адамдарға қызық, мен индус тиммейтіма қызық. Астана қашан Астана болды? Алматы қашан Астана болды? Неге ол өзгерді? Біз қандай тамақ жемейміз? Қойдың майы деген не? Ойлашы. Blessed, қой, blessed. Да. Инстаграмда, мне кажется, не жеткізе алмайым. Насколько мне повезло с ней. Не, честно, там сен стористарын 5% примерно жеткізе алады. Насколько андай күшті адамдармен тап болғанын. Сен білесің, менде the most authentic internship experience бар. Мен презентацияны 24 сағатта жасадым. Мен ең бірінші интерн болдым осы жылы UK Google'дағы, Лондондағы.
Менің хостым маған тамақ жасап берді. Мен қонақта болдым. Иә. Қанша адамда. Менің командамда қазақ болды. Маған Impactful Project берді. Тұрын ғой, нереальный матч, помнишь, сол колдан Да, кейін? да, да. Мен сразу айттым ғой. Мен Гуглға ана сияқтымын деп. Хотя мен Нью-Йорк деп ойладым, да. И в целом, ойлаймын қазір келесі кризисный период болса, шалатын сияқты. И даже келесі челлендж болса, it will make us only stronger. Нан алуға келдік. Hope you reunited with your best friend. Енді үйге қайтып бара жатырмыз. Мен Сашкамның бітуіне 2 апта қалды. Өте эмоционалды, өте. Ал адамдармен қалай қоштасатынымды білмеймін. Шынармен өте керемет күн болды. Екеуміз де көп өскеніміз, менталды, физикалды, денемізбен көбірек контакт сезінеміз, техникалық түрде өскенбіз. Ересек адамдарға айналған сияқтымыз. Бүгін хостым екеуміз 1:30-да ланчқа кеттік та, сағат 3:30-да қайтып келдік. 2 сағат бүкіл internship жайлы сөйлестік. Кезінде ол қалай хост болғысы келмегенін, одан кейін хост болатын адам жазда пландар болған соң ол хост болу шешкенін, екеуміздің алғашқы колымызды қалай мен дүйсенбі күні Нью-Йорктан офер алғанымды және Google мен тематикті күткенімді. Бейсенбі еді. Кездесуден кейін Google'дың берген оферін таңдағанымды. Қандай барлығы жоспар бойынша өтпесе де соңында осындай керемет интерншіптің болуына әрекет жасаған, рефлексия жасадық. Менің қатты жолым болды. Сосын екеуміз бір-бірімізге фидбэк бердік. Басында не заттарды дұрыс жасадық, не заттарды дұрыс жасамадық. Менің қалай өскенімді, оның қалай өскенін. Және көп рахмет айтамын оған, командаға. Шүкір деймін әлемге осындай мүмкіндік бергеніне, өсуге, өзім тануға. Соншама жауапкершілік маған артқанына феноменальный интерншіп болды. Бүгін жұма күні бізде офисте тамақ бермейді. Сондықтан біз салып аламыз түсте осындай коробкаға. Мынаны үйге де алып кетуге болады. Сосын жейміз кешке ужинға. Мынау біздегі сусындар. Сосын микрокетчинда фрукты қойып қояды. Мұнда не бар? Мұнда адамдар отырып сөйлесе алады. Мұнда түрлі снектар. Уже барлығы бітіп қалған. Жұма күні кешке. M&M's. Мұнан барлығын мен жемеймін. Here. Nice. Okay. I'm coming. Yes. So you need to make 2 jumps in a row. I'm just telling you that every time you jump, you go run and you don't jump at all. Part of me dies. This is just saying. So
Мына қараңдар, не қырмыз? Фейервол десерт. Мен Стамбулда, мен Лондондан ұшып кеткен болдым. Және Стамбулда менің рейсімді, Астанаға рейсімді 4 сағатқа шегерді. Мен мұнда қалып қойдым. Карина досымнан блогын көрдім соңғы 11-дан кетіп қалғаннан кейінгі. Вау! О май гад! Ссылкасын қалдырам, өте күшті шыққан. Мен де өзімді бір сондай өмірімнің бір тарауын бітірген сияқты сезіндім. 2 апта бойы өзімді өте эмоционалды сезіндім. 2-3 рет қатты жыладым. Хостелмен ойнауым болған кезде барлығын қатты сағынамын. Ең қызығы және ең өкініштісі, мүмкін ең тәтті жері де сол шығар. Мен 3-4 ай сайын соңғы 1,5 жылда көшіп отырам. Үнемі бір адамдармен өте тығыз, жақын, сондай терең қарым-қатынасқа кіремін. 3-4 айдың соңында осылай жүрегім жараланып отырады. Ұртасу үнемі қиын, бірақ үнемі жаңа адамдарды табып, оларға бауыр басамын. Қазір менің өнердегі соңғы жылым, 4-ші жылым басталып жатыр. Ештеңе сезініп тұрған жоқпын. Өйткені әлі де миымда қазір болып жатқан мен стажканың біткенін қабылдай алмай жатырмын. Өз-өзіме рахмет айтамын. Үнемі барған жеріне тез сіңісіп, дұрыс адамдармен өзімді таныстырып, олардың айналасында ұстағаныма. Және өзіме алғысым шексіз. 3-4 ай сайын көшіп, стрессқа түссең де, оны жаңа мүмкіндікке айналдыратыны. Өмірді жақсы көремін. Арасында осылай ресет жасап тұрамын. 4-ші жылым маған не алып келетінін білмеймін. Excited. Бердім қиылай, қоштасудың қиынай, қиынай, қиынай. Қарай бердім қиылай, қоштасудың қиынай, қиынай, қиынай.
заңы екен ғой кездесу мен қоштасу қиналсаң да көнерсің басқа түскен тағдырға жаным оған не дерсің жеткізбесе арманға енді маған сен бір елессің сен ұмыта алар емеспін жанарымда қалды елесің сен ұмыта алар емеспін аңсап сен де жүрсің бе